оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын жалпы дамыту жаттығуын жасаймыз. Бастапқы қалып, аяқ биік көлемде, қол белде, басымызды оң жаққа 4 рет, сол жаққа 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Сол жаққа 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу аяқ биік көлемде, қолды иыққа қоямыз. Алдыға 4 рет, артқа 4 рет айналдырамыз. Айналдыру барысында шынтақты бір-біріне түйістіреміз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу аяқ биік көлемінде, қол белде 1, 4, оң жаққа айналдырамыз. 5, 8, сол жаққа белімізді айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу қолды кеудеге бүгіліп күйде қоямыз. 1, 2 бүккен күйде 3, 4 қолымызды жазу арқылы сермейміз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу аяқ биік көлемінде қолды тізеге қоямыз. 1, 2 ішке, 3, 4 сыртқа тіземізді айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз жүйелік жаттығу. Аяқ биік көлемінде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Оқушылар, акробатикалық жаттығулар дегеніміз тепе-теңдікті сақтай отырып орындалатын жаттығулар. Алға қарай домалап түсу, денені жинап, қолды жерге тірей отырып, алға қарай аударылып тұру. Алға қарай домалап асу түсуді орындаған кезде мынадай қателіктер жіберілуі мүмкін. Басты еденге тиюі, жиырылған денені уақытынан бұрын жазу, домалап түсудің бастапқы кезінде қолды алға жылжытып жіберу, домалап түскеннен кейін аяқты жазып көсілу. Артқа қарай домалап түсу ұқыптылықты қажет етеді. Жүрелеп отырып артқа қарай домалап асу түсу арқылы қолды тіреп, тізерлеп отыру қажет. Оқушылар, көрсетілген тапсырмаға анықтама беріп кетеміз. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.